Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге сүзбеден дайындалынатын десерттің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді, ауызда ериді. Жасап көріңіздер, сіздердің күнделікті жасайтын десерттеріңізге айналуы сөзсіз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен меруерт. Ең алдымен сүзбемізді дайындап аламыз. Сүзбе үгітіліп тұруы шарт. Егерде түйіршіктері болатын болса, блендермен өткізіп алсаңыздар болады. Содан соң сүзбеміздің үстіне жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, ванильді қантымызды салып, тұзымызды салып, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Барлық құрамдардың барлығы описанияда жазылған. Сүзбен араластырған сайын сұйықтала бастайды. Сұйықталғаннан соң қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, електен өткізіп, барып саламыз. Қамыр болғанша араластырамыз. Өзіңіздің сүзбеңізге байланысты мен рецепт бойынша 200 грамм қостым. Сүзбе егер сұйық болса 200 грамм, немесе одан да кем, не одан да көп қосуыңыз мүмкін. Барлығы сүзбеге байланысты. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды 8 бөлікке бөліп аламыз. Менде бір жасағана 8 бөлігі шықты. Содан соң барлығын домалақ етіп, дөңгелетіп шығамыз. Мінекей барлық қамырымыз дайын болды. Содан соң табан стаканымызды алып, астын майлап, видеода көрсетілгендей жан жағын қайып шығамыз. Енді крем дайындаймыз. Креміне мен қаймақты кремді қосатын боламын. Қаймақтың үстіне қоюлатылған сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей крем дайын болды. Енді әр қамырдың үстіне 2 қасықтан салып отырдым. Енді мен таңқураймен, шиемен әсемдейтін боламын. Әсемдеу барлығы өз қалауларыңызша. Тіпті әсемдемей қойсаңыздар да болады. Неге енді қызып тұрған пеште 190 градуста 25 минут пісіру керек. Піскеннен кейін қантындағын сеуіп, дайындаймыз. Қантындағын сепкеннен кейін мүлдем дәмді болады. Өте дәмді, дәмі өте күшті, әрі оңай, әрі тез. Жасап көріңіздер, сіздердің де сүйікті астарыңызға айналады. Сіздермен болған меруерт. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қош сау